Сәлем достар. Алихан Бөкейхан ауданының әкімі халыққа қаншалықты жақын? Оны білу үшін әкімдердің әлеуметтік желідегі белсенділігін сараптап көрелік. Сіздермен жұрттың әкімі жобасы. Бүгінгі шығарылымда Досбол Күлекеевтің әлеуметтік желідегі белсенділігін тексеретін боламыз. Әдеттегідей әкімнің жеке Instagram парақшасынан бастайық. Instagram желісінде 1000-ға жуық оқырманы бар. Парақшада ресми ақпараттар мен оқиға орнынан суреттер мен мерекелік құттықтаулар жарияланған. Жарияланың саны көп емес. Әкім ауданды өзі жиі аралап, істеліп жатқан жұмысты бақылап жүреді екен. Ауданда аралау кезінде түсірілген видеолар да бар. Осындай видеолардың біріне З. Алтынгүл есімді оқырман өз мәселесін жазыпты. Мамраеваға қашан келесіз? 7-ші үй. Застройщик тротуарлардың бәрін сындырып, енді халық өтетін жерлер жоқ деп әкімді өзі тұратын көшенің жағдайын бақылауға шақырған. Әкім бұл сұраққа: білемін, талқандап кетті. Дұрыс емес, біздің мердігер емес, қарастырып жатырмыз деп жауап беріпті. Осы жарияланымның астында тұрғындар жасалған жұмысты әкімнің өзі келіп бақылағанына алғыстарын жаудырыпты. Жалпы Досбол мырза жазылған пікірлердің барлығына бірдей жауап береді десек, артық айтқандық емес. Оның үстіне жарияланымдардың барлығы екі тілде қатар шығады. Жарайсыз. Ал енді әкімдіктің парақшасына өтейік. Парақшада 10 000 жазылушы бар. Бұл парақшада әкімнің жеке парақшасында емес, тұрғындардың белсенділігі байқалмайды. Оның себебін де тапқан сияқтымыз. Халықтың жазған пікірлерінің бірен саранына ғана жауап жазылады. Сондықтан болар аудан тұрғындарының барлығы сұрақтарын әкімнің парақшасында жазады. Осы олқылықты түзеп әкімдік парақшасында халық сауалына жауап жазылса екен. Мемлекет басшысы әлеуметтік желіде халықпен тығыз байланыста болуды тапсырған болатын. Жұрттың әкімі дегізбейік. Аман, сау болыңыздар.